Сәлеметсіздер ме, құрметті 5-ші сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен 5-ші сынып 2-ші тоқсан алғашқы бөлім бойынша жиынтық бағалауымыздың тапсырмаларын толықтай қарастыратын боламыз. Әр есептің шығарылу жолы түсіндіріледі. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Ал бастайық. Бірінші тапсырма: бөлшектерді ортақ бөлімге келтіріңіз дейді. Оның астында бізде бөлімдеріне қараймыз. 11 мен 33. Ең оңай жағдай 33 саны 11-ге еселік болғандықтан бірден біз осы екі бөлшек үшін 33 санын ортақ бөлім ретінде таңдай аламыз. Ал енді толықтауыш көбейткіштері неше болады? 33-ті 33-ке бөлсек, толықтауыш көбейткіші 1-ге тең. Келесі 33-ті 11-ге бөлсек, толықтауыш көбейткіші 3-ке тең. Енді осы толықтауыш көбейткіштерді алымдарына көбейтейік. 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15, ал 2 мен 1-дің көбейтіндісі 2-ні береді. Сонымен бірінші бөлшегімізді ортақ бөлімге келтірдік. Енді Б. Бұл жерде бөлшектің бөлімдерін қараңыз. 7 мен 9. 7 жай сан, 1-ден 2-нің көбейтіндісі бізге ортақ бөлім болады. Көбейтсек 63 саны екен, олардың ортақ бөлімі. Ал толықтауыш көбейткіштері 9 үшін 7, ал 7-ге ол 9-ды көбейткен кезде шығады. Алымдарына да көбейтіп жіберейік. 9 пен 2-нің көбейтіндісі 18, 5 пен 7-нің көбейтіндісі 35. Екінші бөлшегімізде ортақ бөлімге келтірілді. Келесі 8 және 12 дейді. Бұл екеуі де құрама сан, сондықтан да еселік тауып ортақ бөлім табамыз. Енді 12 санын еселейтін болсақ, 24 8-ге бөлінеді. Демек біз 24-ті ортақ бөлім ретінде ала аламыз. Толықтауыш көбейткіштері 12 үшін 2, 24-ті 8-ге бөлсек 3. Алымдарына көбейтейік. 3 пен 3-ті көбейттік 9, 7 мен 2-ні көбейттік 14. Үшінші бөлшегімізде ортақ бөлімге келтірілді. Ары қарай екінші тапсырманы қараңыз. Кему ретімен жазыңыз дейді. Бұл жерде бөлшектердің бөлімдері қараңыз. Барлығында әртүрлі бөлшектің бөлімдері тұр. Демек біз бұларға ортақ бөлім таңдамай тұрып, оларды салыстыра алмаймыз. Енді бұл жерде 5, 6, 3 сандар кездесіп тұр. Оларға ортақ бөлім ретінде біз таңдайық 30 санын. Сонда әр бөлшектің бөлімі 30 болу керек. Бұл жерде бізде 6 бөлшек бар. Сонымен олардың толықтауыш көбейткіштерін жазып шығайық. 30-ды 5-ке бөлсек, толықтауыш көбейткіші 6. 6 үшін 5. 3 10-ға көбейткен кезде 5 6-ға, 3 10-ға, 6 5-ке көбейткен кезде 30 болады. Енді алымдарына көбейтейік. Бірінші бөлшегіміз 5 пен 5-ті көбейттік. 25 алымы. Келесі 10-ды 1-ге көбейттік. 10. Келесі 3 пен 6-ны көбейттік. 18. Алымына көбейтсек 5 пен 10 50. Ары қарай аралассан екен 1/30-дан алымы бұл жерде 5 болады. Ең соңғысы ол да аралассан 2/, алымы 5 пен 6-ны көбейтсек 30 болады. Сонымен енді бұл сандарды біз салыстыра аламыз ортақ бөлімге келтірілгеннен кейін. Ең үлкенін бірінші жазайық, өйткені кему ретімен жазуымыз керек. Алдымен бүтін бөлігіне қараймыз. Аралассан 2/30-дан 30 осы жердегі сандардың ең үлкені. Ары қарай, мына жерде бізде бұрыс бөлшек кездесіп тұр, қараңыздар. Демек оны аралассан түрінде жазып алуымыз керек. 1/30-дан 20 болса. Енді 1 деген тағы бір аралассан бар, екеуін салыстыратын болсақ, алымдарына назар аударамыз. Қайсының алымы үлкен болса, сол үлкен деген сөз. Бұл жерде 1/30-дан 20 деген аралассан үлкені. Келесі 1/30-дан 5 болады. Ары қарай, енді жай бөлшектеріміз. 30-дан алымына қарайық, 25 үлкені. Одан кейінгісі 30-дан 18, ең соңғы кішкентайы 30-дан 10 болады екен. Сонымен бізге берілген 6 түрлі санның барлығын салыстырып біттік. Келесі үшінші есеп: амалдарды орындаңыз. Қараңыздар, астында бөлшектердің бөлімдері бірдей, оларды қосып азайтуымыз керек. Ең оңайы, бөлімдері бірдей болғандықтан ортақ бөлім ретінде сол бөлшектің бөлімін жазып, біз алымдарын қоса аламыз. Сонымен нәтиже 15-тен 11, жауап дайын. Ары қарай, бөлімдері бірдей болған бөлшектерді азайту ортақ бөлім ретінде 28-ді жазамыз да алымдарын азайта аламыз. Сонымен нәтиже бұл жерде 28-ден 13-тен 5-ті азайтсақ 8 болады. Осы жерде оқушылар қысқартуды ұмытпаңыздар.
28 пен 8 саны бізде 4-ке қысқарады. Сонда жауап 7-ден 2. Енді басын орындап бастайық. Бұл жерде енді бізде бөлшектердің бөлімдері әртүрлі болып тұр. Оларды қосып азайту үшін біз міндетті түрде алдымен ортақ бөлім таңдауымыз керек. Қосуды берілгенін жазып алдым. Осы жерде бір сіздерге уақыттарыңыз үнемдейтін жақсы әдіс үйретіп кетейін. Ортақ бөлім табуға қараңыз. 27 саны 3 пен 9-дың көбейтіндісі. Ал 21 саны 3 пен 7-нің көбейтіндісі. Енді бізде қай көбейткіш жоқ, соны біз толықтауыш көбейткіш ретінде жазамыз. 3, 7, бұл жерде 9 жоқ. 3, 9 бар, бұл жерге 7 жетіспей тұр. Сонда бізде 3, 7, 9-дың көбейтіндісі, яғни 189 саны ортақ бөлім ретінде қабылданады. Ал енді алымдарына көбейтейік. 12 мен 7-ні көбейттік, 84. Енді 14 пен 9-ды көбейтетін болсақ, бізде 126 деген жауапты аламыз. Мен қосындысы бұл жерде 189-дан 210 деген жауап болады екен. Бұл бұрыс бөлшек, міндетті түрде оны араласан түрінде жазып қоюды ұмытпаңыздар. Соңғы 4-ші есебімізді қарастырып бастайық. Қараңыз, бұл жерде мәтін есеп. Оның берілгенін алдымен мұқият оқып алайық. Ыдыстағы сүттің 2-ден 1 бөлігі құмыраға құйылды, 5-тен 1 бөлігі банкаға құйылды, 5-тен 1 бөлігі кесеге құйылды дейді. Ыдыста алғашқы сүттің қандай бөлігі қалды? Ыдыста сүт қалды ма деген сұрақтар берілген. Ал енді оны қалай шығарамыз? Бұл жерде біз алдымен бізде толықтай ыдыста толып тұрған сүтті 1 деп аламыз. Яғни, ыдыста толып тұрған сүт бүтін 1-ге тең. Ары қарай, оның 2-ден 1 бөлігін құмыраға құйып алдық, азайтамыз. Одан тағы азайтамыз. 5-тен 1 бөлігін банкаға құйып алдық, азайтамыз. Одан тағы азайтамыз. 5-тен 1 бөлігін кесеге құйып алдық. Сонымен тең. Бұл жерде енді нәтижеде біз сүт қалған немесе қалмағанын анықтай аламыз. Азайтуды орындауымыз үшін міндетті түрде ортақ бөлім таңдауымыз керек. Барлығына, яғни 5 пен 2 үшін ортақ бөлім бізде болады 10. Ал енді толықтауыш көбейткіштерін жазып алайық. 5 үшін 2, 2 үшін 5, және 1-ді біз толықтауыш көбейткіш 10 деп қояйық. Негізі жалпы 10 бөлінген 10 дегеніміз 1-ді береді. Ары қарай енді алымдарын азайтайық. Толықтауыш көбейткіштеріне көбейте отырып, 5-ті 1-ге көбейттік 5, азайтамын 2-ні 1-ге көбейттік 2, тағы азайтамын 2-ні 1-ге көбейтсем 2. Сонымен тең болады. Бұл жерде енді бөлшектің бөлімі 10, алымына қарайық. 10-нан 5-ті азайттық 5, одан тағы 2-ні азайттық 3, одан тағы 2-ні азайттық 1. Сонда қалған бөлігі 10-нан 1 екен. Енді жауапқа жазсақ болады. Қандай бөлігі қалды дейді. 10-нан 1 бөлігі қалды. Жалпы ыдыста сүт қалды ма деген сұрақтың жауабы иә. Енді бұл жерде қосымша жазып қойсаңыздар болады. 10-нан 9 бөлігі түрлі ыдыстарға бөліп құйылды. Осымен бұл бақылаудың барлық есептерін толықтай шығарып, олар түсініп алдыңыздар деп ойлаймын. Әлі де сұрақтарыңыз бар болса комментарийге қалдырыңыздар. Видео пайдалы болса, ұнаса, өздеріңізге түсінікті болса, міндетті түрде лайк басып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.